Менің білуімше, құндылықтың екі түрі болады. Рухани құндылық, материалды құндылық. Рухани құндылық деп отырғанымыз адамның адамгершілігі, мінезі, ақылы, ар-ұяты, білімі, әдебі, басқалармен қарым-қатынасы, тәрбиесі, жалпы адами болмысы. Ал материалдық құндылық дегеніміз, ол қолда бар байлығы, дүниесі, ақшасы, малы, машинасы, үй-жайы, қызмет, мансабы. Енді мынаған қарайықшы. Біздің қазіргі қазақ қоғамы үшін осы екеуінің қайсысы маңызды, қайсысы аяулы, қайсысы бірінші орында тұр. Қазақ үшін, әсіресе оның ішіндегі бүгінгі жастар үшін рухани құндылықтан гөрі материалдық құндылықтың салмағы басым десем қателеспеймін. Олай дейтінім, біз қазір адамдарды адамгершілігіне қарай емес, оның материалдық жағдайына, қызметіне, астындағы машинасына, басындағы баспанасына қарап бағалаймыз. Адамшылықтың өлшемі бізде осымен өлшенеді. Ал оның кісілігі, көркем мінезі, білімі, жалпы адами болмысына қатысты дүниелерге бас қатырмаймыз. Көзге көрініп тұрған несі бар? Жаңағы жанға баға беруге сол жетіп жатыр. Өтірік дейінші осыны. Материалды жағдай жақсы адамның алдында құрдай жорғалаймыз, мақтап-мадақтап қолпаштаймыз. Ал қарапайым адам көрсек, басымыз қақшиып, кісі боламыз. Бәрі демеймін, көбіміз осындаймыз негізі. Өткенде бір блогер 30-ға келіп орда бұзу деген сөз түсіндіріп жатыр. 30-ға келіп орда бұзу үшін басында керемет үйің, бала шағаң, кәміри 70 машинаң болу керек. Сонда ғана орда бұзғаның дейді. Біздегі өлшем осы міне. Асылында орда бұзу сөзі елге кеткен жақсылығың, адамдарға қылған пайдаң хақында айтылған. 30-ға келдің, елің үшін не жасадың? Ақшаң болмасын демеймін, болсын. Сол ақшаңнан басқаға пайда болды ма? Әлде бәрі өзіңнің қарақан басыңның қамшың ғана ма? 30-дың ордасы 40-тың қамалы деген сөз осы мағынада. Енді осы жаман мінез қайдан келді бізге, қайдан жұқты десеңіз, бұның бәрі жоқшылықтан туады. Қиыншылық көрген адамның ішінде комплекс пайда болады. Ал сосын бірдемеге қол жетсе, соны көрсетіп, мақтанғысы кеп тұрады. Міне, біз де осы күнге жеттік, адам болдық дегендей. Ақымақ атқа қонса, әкесін басып кете жаздайды дегендей, дүңкиген машина мініп, күжірейіп қалатынымыз да сол түк көрмеген мінезімізден. Барлық қоғам сондай ма дерсіз? Менімше олай емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттарын алып қарайық. Ол жақта даяшы болдың, күзетші, не еден жуушы болыңыз. Кез келген адам сенің еңбегіңді бағалап, жүзіңе жымия қарайды. Себебі ода адамды адам деп қарайды. Жалпы бейтаныс адамға күлімдеп қарау әдеттеріне айналып кеткен. Жымию пайғамбардың сүннеті деп жатамыз ғой. Сол әдеттеріне қарап, нағыз мұсылман осылар ма дерсің? Біз сияқты суық жақтан барған суыққанды адамдар басында түсінбей, мынау несіне маған ыржиып тұр деп ойлауы мүмкін. Қазір көшеге шығып біреудің бетіне қарап көріңізші, не дер екен? Ол жақта байлығың бола тұра жұмысқа мысалы велосипедпен барсаң, ешкім мынаған не болған демейді. Өзіне ыңғайлы болып жүрген шығар, сосын мінген шығар дейді. Солай қабылдайды. Бізде көшеге велосипедпен шықшы, машина мінгендер айғайлап, боқтап, басып кете жаздайды. Өз басымнан өткен соң айтып отырмын осыны. Велосипедпен жүрсің бе, машинаң жоқ па, ақшаң жоқ. Ақшаң жоқ па, адам емессің деген сол түсінік. Баяғы. Ақшты мақтасаң, сол жағыңа көшіп кеттеу жоқ болсын қалайық. Жалпы батыстан біздің үйренетініміз де, жиренетініміз де көп. Айтып жатқан себебім, Абай айтады ғой. Жақсыға қарап жақсы бола ма, жаманға қарап жақсы бола ма деп. Біз жақсы болу үшін басқалардың бойынан бір жақсы қасиет көрсек, соны сіңіруге өзімізге тырысуымыз керек. Қорытындылап айтсам, бұның бәрі жоқшылықтан туып отыр. Санамызды тұрмыс билеп алған сонша, ішер ас, киер киімнен басқаны ойлауға, бағалауға шамамыз жоқ. Бәрінің кредиті бар. Оларға рухани құндылығың 5 тиын, сондықтан 1000 жерден аш адамға кітап оқыт, руханиятты насихатта, мәдени бағдарламалар жаса, рухани жаңғыр деп айтып өтпейді. Адамдардың тұрмысы түзелмей, ел болу, ұлт болу, қазақ руханиятын көтеру, мінезін түзету қиынның қиыны болмақ. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақтың мінезі.